тағы бір оқиға бар. Сөйтіп бұл оқиғада өзінің туған ағасы Ғазизден Қаныш таяуда хат алған екен. Ол қазір омбы маңындағы қарастар ауылын паналап жүрген көрінеді дейді. Яғни бұл оқиғаны біз толық айтып берейін. Бұл жердің өздеріне пана болмасын білген соң ашаршылық бастараларында өлең жаңа бір арбаға тиеп, соған қолда қалған 2-3 қарасын тіркеп алады да бір түнде осы жері қайдасың деп тартып отырады. Ал әкесінің моласы мен қарашақты ең қалдырғасы келген Тәрмизи Ғазизге ермей қалып қояды. Оның есіне Ғазиз Қаныштың ауылдағы әйелі Шәрипаны 2 баласымен мұнда қалдырмай өздерімен бірге алып кетті. Әне міне дегенше Қаныш келді деген хабарды естіп, ауылдың жүруге жарайтын үлкендер жиналып қалды. Бәрі де қу сүйекке ілініп жүргендер екен. Сонша аяқтарын тәлтіреңдеп әлем бас жүрген болады. Ақырын ғана сөйлейді. Бұрынғыдай қуанышты сәтте мәз болып құшақтай алмай, яғни емен жақын қырқылдап күлу ғана алған екен. Өздерінше ыржиып қуаныш белгісін білдіреді, яғни түрі бермейді, өздерін аш екенін. Ал балалар сіңіне ілініп, аяқ-қолдар шебеп зорғап отыр екен. Осы арада Қаныш шұрт шешім келеді. Тез жиналыңдар, сендерді үй ішімен Жезқазғанға алып кетем дейді. Тәрмизи мен оның ілмеп әрең отырған әйеліне арап, сонан соң бәрімді алып кетуге орын жоқ, маған ең жүдеулі, яғни қатты аштыққа ұшыраған, әлсіз, денесі мүшкіл деген 15 бала жинап алып кетеді. Мына апаттан аман қалар ма екен, оларды ала кетейін деп тез болыңдар, біз таңға қалмай аттанамыз дейді. Тапқан таянған дәндерін алдымен балалардың аузына тосып отырған ағайындары енді жүгі жеңілдейтіндей Қаныштың бұл қамқорлығына да разы болып қалды. Себебі көптеген балаларды алып кетіп, 20 шақты алып кетті. 20 шақты бала қанша астық керек болды. Солардың бәрін ойлап қарасақ, экономикалық түрде енді ауылға көптеген жеңілдік алып келеді. Және олар оқыған жалғастай кетсек, жол жөнекей айтпақшы, жол жөнекей Шорман ауылдан соғу керек дейді. Өйткені онда сол ауылға ұзатылған Ғазиз әпкесі бар еді. Сөйтіп по пути жол жөнекей Шорман ауылына жүреді. Сөйтсе Қаныш білмесе сезгендей болып Шорман ауылына бірден шықпай өзін Тәрмизиге жібереді. Сөйтіп Тәрмизи барып келгенде өте қатты көңіл күйі жоқ, яғни өзінің әпкесі Тәрмизи ашықтан қайтқанын Қанышқа айтып береді екен. Сөйдеп тілі күрмеңгелдей кемейдегі сөзді айта алмай тұр. Әкелгені қайғылы хабар. Бертінге дейін қолына түскен дәнді 2 баласының аузына тосқан Ғазиза аштыққа төзбей осыдан 3 күн бұрын қайтыс болып дейді. Балалары да қазір өлім қайғылындай көрінеді. Жүруге шамалары жоқ дейді. Сөйтіп Қаныш Сәтбаев қайғыға батып, ой-хой дүние, бұл заман не болып барады? Бір кезде ақтылып қойымен алалы жылқысы өріске сыймай, бүкіл Баянауыл өлкесін алып жататын Шорман әулеті бір аяқ асқа зар болып аштан өлді деген не сұмдық? Ал Ғазиза, қайран Ғазиза, осы тұсқа келгенде Қаныш өзін тоқтата алмай еңкілдеп қоя берді. Ек көзден жас парлап тұр. Мана өз аулына төгілмей іркіліп тұрған жас осы арада еріксіз құйылып кетеді де әлден уақытта ес жинаған. Олай болса деді інісі Тәрмизиге қарап, қайтып бар да сол 2 жиенді алып кел дейді. Ой-ой-ау, оларда аяқ басы жүретін халі жоқ қой, бәрібір де жолда қалады, солға әуре болып қайтесіз деп Тәрмизи айтады. Сөйтіп Қаныш Сәтбаев жындан, әй сен өзің не оттап тұрсың? Қаныш қалай ақырып жүргенін өзі де аңғармай қалады. Ол балалар жалғыз әпкемнен қалған таяқ емес пе? Менің тумам, әкем Имантаяқ балалар азар болып жүргенде Құдайдан тілеп алған тұңғышы емес пе? Ғазиза, сол әпкемнің артында қалған балаларын өлім халінде қалай қадала тастап кетемін? Барыңдар, ақылдасаңдар да осы жерге жеткізіңдер деп тапсырыс береді. Сөйтіп сірә бұл ауылда оларға бөгет болар ешкім қалмаса керек. Сәлден соң екеуі 2 баланы көтеріп қайта оралады. Үлкені Кемел 8 жаста, ал кішісі Решат 5 жаста. Яғни бұл Кемел деген өздеріңіз танып тұрған боларсыз. Екеуіне де аздап тамақ беріп, еш жезді да сонан соң машинаның үстіндегі балаларға қосып қойды. 2 жиеннің көрер жарығы бар екен. Қаныштың қасында екеуі де оқып, үлкен азамат болып, яғни Кемел танытқан бұл алтын адам тапқан адам ғой. Кемелді күлді қазақ жақсы біледі. Кейін Алатау бектерінен алтын адамды тауып, бүкіл елді таңғалдырған атақты археолог осы Кемел Ақышев болатын. Сөйтіп
яғни бұл өте қызықты оқиға деп санаймын. Себебі өзіміз Қаныш Сәтпаев өзінің бауырын, әкесінің баласын Кемел Ақышты құтқарып қалып, сөйтіп Кемел Ақышев алтын адам тапты. Бұл өте